Атқару комитетінің төрағасы Ғани Әбдиев Қызылорда қалалық кірістер басқармасында болып, азаматтармен кездесу өткізді. Төрағаның бірнеше ескертулер мен ұсыныстарын тыңдап қайтқан тілшіміз Қызылорда қаласынан. Бүгінгі бірінші мәселе азаматтардың салық есептілігін тапсыруды кешіктірмеу мәселесі, яғни әрбір азамат миына құйып алса, телефонда календарға қазірден түртіп қойсаңыз, бірінші қазан мүлік және жер салығының төлеу мерзімі, яғни кімнің атында жер бар, үй бар, 1 октябрь налог төлеу керек. 1 апрель күлкі күні деп жырқылдап жүре бермей, кімнің көлігі бар, машинасы бар, сол көлік салығын төлеу керек. Одан кейін мемлекеттік қызметкерлер, оның жұбайлары, военный, нотариус, чиновник, полиция, пожарный деген сияқты мамандықтар иесі декларация электронды болған жағдайда 15 сентябрьге дейін қағаз күйінде, яғни бумажный дейміз, 15 июльге дейін тапсыруларыңыз қажет. Сол кезде ешқандай штраф болмайды, ескерту болмайды, құда да тыныш, құдағай да тыныш. Біз халық өзіміз косячить етіп аламыз да, сосын штраф салса, сол мекемені боқтап, боралап жүруге мастерміз. Барлығы өзімізден, құрметті азаматтар. Мына бізде Айбек Мырза деген бар, барлықтары жақсы біледі. Сол кісі өзінің баласына, келіншегіне жауапсызсың деп ұрысқанда бәледей, ал өзінің декларациясын 3 жыл подряд кешіктіріп тапсырып жүр. Келесі мәселе, кірістер басқармасының назарына ұсынатын келесі ақпарат, TikTok-тағы стрим жүргізу барысындағы түсетін табыстардың ізінің жоқтығы мәселесі. Яғни қазіргі таңда TikTok-тан күніне миллиондап табыс тауып отқан азаматтар бар. Сол кісілерді табыс салығымен төлеуге міндеттесеңіздер. Бірақ сол тиктокерлерден түскен салықты міндетті түрде сол TikTok платформасында өзінің өнерімен, жасампаздығымен, өнер тапқыштығымен көтеріліп келе жатқан жастарымызға жұмсап, және оңды солды болып кетпей, тек қана сол мақсатта жұмсалуын ұйымдастырсаңыздар деген ұсыныс. Гүлмира Халықова, Альмира Салықова, ПТК арнасы.